Армысың ағайын. Басымнан өткен бір уақиғаны айта кетейін. Паркта кетіп бара жатқан қасымда досым болды. Бұл айтады маған. Анау Қазақстан барлық парктерде тұрады ғой, Ұлы Отан соғысының ардагері деген мүсіндер, соларды көріп. Сендер батыр деп қазірге дейін әспеттеп жүрген осы кісілердің тарихына үңіліп көрдіңіздер ма дейді. Бұлар дейді, орыстың айдап салған адамдары ғой дейді. Ұлы Отан соғысын Германиямен барып соғысты, Қазақстанмен не қатысы бар дейді. Бұлай ойласаң жының келеді, бірақ сәл ойлансаң шынымен дұрыс айтып тұр. Ұлы Отан соғысы деп қыршыннан қиылған жастардың, қаншама адамдардың күні бүгінге дейін біз әспеттеп жүрген Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің Қазақстанмен түптеп келгенде не қатысы бар? Олар амалсыздықтан, шарасыздықтан кеткен жоқ па? Біз не үшін күні бүгінге дейін Ұлы Отан соғысының ардагері деп басына гүлшең бер қойып күні бүгінге дейін табынамыз ғой? Батыр екені шын, бірақ ол өз еркімен барған жоқ қой. Осыны қашан ойлап жетеміз біз? Амалсыздықтан, шарасыздықтан, зорлықпен алдында екі ақ талдау тұрды. Бірі барасың, не өлесің деген соң, бәрібір өлім деген оймен барды ғой олар. Соны біз мақтаныш қылып айтамыз ба? Сосын менде ой болады ше, сол кездегі батырлар, сол кісілер, сол Совет одағының өзіне қарсы неге соғыспайды деймін да. Бәрібір өлім. Барсаң да өлесің, бармасаң да өлесің. Одан да сол кездегі кісілер Совет одағының өзіне қарсы соғысу керек еді ғой, қарсы тұру керек еді ғой. Ұтымды сәт еді ғой. Германиямен алысып, жеңіліп жатқан орысқа қарсы шыққанда, мүмкін Германияның отары болып отыратын бе еді Қазақстан. Бүгін басқаша өмір сүретін бе еді. Қытай бүгінгідей кеудесіне нан пысып, көкіректеніп сөйлемес пе еді қазаққа. Қазақтың тілін өз елінде, өз жерінде басып, жаншып, қазақ тілді мектепті, орыс тілді мектепке зорлық түрде алмастырмас пе еді бүгін. Сосын бір нәрсе ойлаймын да, бүгінге дейін біздің президенттің ешқандай шетелдің халықараның алдында беделі бетінен дымы жоқтығының айғағы қазақтың елінде, қазақтың жерінде болып жатқан байлыққа Қытай менен Америка айдарада бар екеуі сөйлесіп жатыр ғой, сен аласың да мен алам. Олар келіп Тоқаевтың алдына келіп сөйлесу керек еді ғой, мына байлығыңды маған бер деп. Сайда саны жоқ, құмда ізі жоқ екендігін айғағы осы біздің президенттің. Өтірік рекламаға алданбаңыздар. Олар тура бір нәрсені тауып алған сияқты да, иесіз жатқан нәрсені тауып алды да екеуі келе жатып. Соған таласып жатқан сияқты, маған бер деп. Олар келіп президенттен сұрау керек еді ғой, қазақ шынымен тәуелсіз, беті бар, беделі бар мемлекет болса. Олар адам құрлы көріп тұрған жоқ, Қазақстан үкіметін, керек десең президентін де адам құрлы көріп тұрған жоқ.